Сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет песочный варенье пирогпен бөлісетін боламын достар. Міндетті түрде видеомды соңына дейін көріп, өз бағаларыңызды бере отырыңыздар. Өте дәмді, керемет, әрі оңай ғана үйдегі бар заттармен осындай пирогты жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, әрі нәзік болып пісетін, тәбетті ашатын осындай печеньені жасап көріңіздер. Алдымен менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Енді біз пирогымызды дайындауға кірісетін боламыз. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қараңыздар. Енді алдымен осылай електен өткізілген ұнымызға шекер, жұмыртқа, сары май және де разрыхителіміз қажет болады. Осылай ұнымыздың үстінен енді орталарын кішкене ашып, араластырып және де осылай бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, ұнымыз бен майымызды жақсап араластырып, крошка ет тәрізді етіп, барлығын жақсап ұн мен майды араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Жақсылап араластырып аласыздар осылайша қолдарыңыздың көмегімен. Менің достар инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Дәл осылай етіп тиктокқа жазсаңыздар, менің тикток парақшамда шығады. Қарапайым рецепттермен бөлісемін. Осылайша енді крошка ет дайындап алдық. Енді оның үстінен алдын ала дайындап қойған осылай шекерімізді салып, оны да жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Барлық ингредиенттер осы видеоның төменгі жағында описание дейтін бөлімге қалдырамын. Міндетті түрде соған қарап жасап көріңіздер. Енді шекерімізді араластырып алғаннан соң, оның үстінен осылай 2 дана жұмыртқамызды шағып, массамызға салып алатын боламыз. Осылайша 2 жұмыртқамыз салып алғаннан соң, разрыхителімізді 1 чай қасық разрыхитель салатын боламыз. Оны жақсылап ұнымызбен араластырып, және барлығын бір келкі қолмен араластырып, қамыр елейтін боламыз. Артық май, артық жұмыртқа ешқандай нәрсе қажет емес. Дәл осы грамм массалармен жасасаңыздар, керемет жұмсақ қамыр болып шығатын болады. Міне достар, менің қамырым дайын болды. Міне жұмсақ қамыр болып дайын болды. Енді осы қамырымызды пакетке салып, 15-20 минут шамасында тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді міне 15-20 минуттан кейін міне мен қамырымды алып жатырмын. Міне қамырымыз біздің кереметтей, кішкене майлары өзіне сіңіп дайын болды. Енді осы қамырымыздың кішкентай ғана бөлігін бөліп алып қоямыз, себебі ол бетін сәндеу үшін қажет болады. Осылайша бір суала қамырымызды жақсылап оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Жайып алдық, міне барлығын. Енді осыны 26 дециметрлік осындай формамызға салып дайындап аламыз. Ішіне жайып салып алатын боламыз. Міне бетіне сәндейтін қамырым дайындадым. Міне ішіне барлығын салып жайғастырып алғаннан соң, ішіне осылай өріктің вареньесін салдым. Өздеріңіз қалағандай жем, варенка, әртүрлі начинка салсаңыздар болады. Мен осылай варенье салдым өріктің. Енді жаңағы қамырымыздан алған кішкене үзінді қамырды жақсылап оны да жайып, осылай форма шығаратын пышақпен кесіп аламыз. Жай ғана пышақпен кессеңіздер болады, осындай формалы пышақтарыңыз болмаса. Мен осылай сәндеу үшін осылайша барлығын кесіп алдым. Енді осының барлығын пирогымыздың бетіне сәндеп шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай сәндеп алдым. Артық қамырларын осылай беттеріне кесіп дайындап алдым. Енді бұл
пирогымызды 200 градуста 35 минутта 20 минутта пісіріп аламыз. Беті қызарғанша. Міне достар, менің пирогым пісіп дайын болды. Өте керемет, көрінісі де өте әдемі, дәмі де өте керемет болып, песочный болып шықты. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Және де менің каналыма подписация жасап қойды ұмытпаңыздар. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін де басып қойды, және подписация батырмасын басып қойды да ұмытпаңыздар. Мен де алда салып жатқан жаңа рецептерім сіздерге сообщение болып келіп тұрады. Міндетті түрде алғашқы болып көретін боласыздар. Ендеше осы жұмсақ, керемет болып жасалған пирогымды сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, дәмі тіл үйірер. Балаларыңызға, отбасыларыңызға, ата-апаларыңызға жасап берсеңіздер өте қуанышты болады. Әрі жұмсақ, тіске қатты емес, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісемін. Менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Ас болсын, сау болыңыздар.